Пайғамбар алейхиссалам заманында Омар ибн Хаттабтың баласы Абдулла ибн Омар жеткізеді. Біз Расулулламен дәрісте отырғанымызда пайғамбар бірден сөзін тоқтатты да бізге былай деп айтты: сіздерге жәннатқа кіруі тиіс болған тірі жүрген адамды көрсетейін бе деп айтты. Я Расулалла, көрсетіңіз, кім ол дегенімізде бір адам кіріп келді дейді. Сахабалар су дәретханадан келе жатыр дейді. Мына адам деп айтты дейді. Бәріміз қызығып қарадық дейді. Келесі күн тағы да солай болды. Үшінші күн және сондай болды. Абдулла ибн Омар деген сахаба радиаллаху анху, бұл басқа сахабалардан ерекшелігі, сондай бір амалды естіп алса, ол істемей қоймайды. Қатты еліктейді сондай амалдарға. Жаңағы кісінің арқасынан еріп отырып, сол пәлен деген ауылға шейін барған арқасынан. Сөйтіп, есігін қағып, Құдай қонақ болдым дейді. Оның мақсаты сол пайғамбар сүйіншілеген амалын көргісі келіп жатыр. Бұл жәннатқа кіретіндей не істеп жатыр үйінде бұл? 3 күн қонақ болдым дейді. Күндіз былай қарайын дейді, түнде қарайын дейді. Сөйтіп, 3-ші күні оған хабарын берді. Пәленше, мен келген мақсатымды айтайын, мен еліме қайтамын енді. 3 күннен бері қарайын, сіздің алып іліп алатындай көп амалыңызды байқамадым дейді. Бәлкім мен сізге қарағанда көбірек амал жасайын дейді. Күндіз де, түнде де. Бірақ мен бір нәрсені байқай алмай тұрмын. Пайғамбар сіз туралы айтқан едіңіз бізге. Жәннатқа кіретінде не амал істеп жатсың дейді. Сол кезде жаңа кісі айтады, өзің мойындап айтқаныңыздай, мен алып керемет аузын толтырып айтатындай амал істеп жатқаным жоқ, мұны мойындайын деді. Бірақ менің бір амалым бар деді. Мен күніге ұйқыға төсегіме жататын кезде көңілімнен бәрін шығарып тастайын дейді. Кешірем бәрін дейді. Пәленшені кешірдім, түленшені кешірдім, ананы кешірдім, ағамды кешірдім, көршімді кешірдім, бәрін кешірем дейді. Сөйтемін де көңілімді тап-таза қылып ұйықтайын дейді. Мүмкін Алла осыны жақсы көретін шығар деген да. Абдулла ибн Омар айтты, мен өсиет іздеп жатқан деді. 3 күннен бері іздегенім өсиет деп айтқан.